Баршаңызға сәлем, достар. Бүгін біздер мынадай галстукты тоқитын боламыз. Міне қараңыздар, қандай әсем, сәнді. Көктемде, жазда рубашкалардың сыртынан қыздарымыз тақса болады. Өте әсем. Бізге бұл үшін не қажет болады? Бізге тек 4-5 миллиметрлік жемчугіміз. Сіздер қаласаңыздар 6 миллиметрлік жемчугтармен тоқысаңыздар да болады. Мен осы 5 миллиметрлік хрустальменен тоқыдым, 4 миллиметрлігімнен. Маған мен ұзындығын енін на жерде 6 ромбиктан жасадым. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ұзындығы да қатты ұзын емес. Қазір көреміз. 15, 19-20 сантиметрдей ғана болып та мына. Мына жағы да 18 сантиметрдей. Мойнымызға әркім өзінің мойнына турлап тағатындай қылып мына. Ал, кеттік. Бізге бұл үшін 4-5 миллиметрлік жемчугіміз қажет болады, және карабиніміз. Лескамыз қажет болады, ине жіп лескамыз. Лесканың қалыңдауын аласыздар. Мен қазір сіздерге көрсеткенге жай қызыл жіппен тоқитын болам. Ең бірінші инемізге 4 жемчуг алатын боламыз. 4 жемчуг аламыз. Жіпіміздің ұшына дейін алып келеміз. Бір байлап алсақ болады. Тарқатылып кетпейтіндей. Кейін бір жемчугымыздан өткізіп аламыз. Мынандай ромбик пайда болады бізде. Келесі 3 жемчугымыздан алып, бірінші қатарымызды тоқитын боламыз. Жібіміз жоғарыда, біз төменнен жоғары қарай өтіп, лай тоқитын боламыз. Бұл үшін біз келесі қатарымыз тоқу үшін жібімізді мына алдыңғы бірінші тұрған жемчугке өткізетін боламыз. Енді келесісін тоқимыз. Осылай қарай келесісін тоқимыз. Мен 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 жемчуг тоқыдым, 6 қатарын. Бұл менде 6 қатарым 4-те 7 сантиметр, 4-те 8 сантиметр болып тұр міне. Енді сіздер өз қалауларыңыз. Мүмкін 7 қатар емес, мүмкін 6 қатар істейсіздер. Мүмкін 9-10 қатар, 9 қатар істейсіздер енді. Өздеріңізге ені қаншалықты ұнағанына байланысты ол. Міне дәл жаңағындай, осылай. Бірінші қатарымызды дәл осылай тоқитын боламыз. Лескада тоқсаңыздар, формасын ұстап тұратын болады. Мен сіздерге жай көрсету үшін жіпте тоқып отырмын. Енді екінші қатарға өтеміз. Екінші қатарға қалай өтеміз? Міне. Жібімізді мына жандағы емес, жоғарғы жемчугқа өткізетін боламыз. 3 жемчуг аламыз тағы. 3 жемчугімізді алып, жібіміз оң жақта, біз солдан оңға қарай өтетін боламыз. Енді келесісін тоқу үшін біз мына ортадағы, мына жақтағы жемчугқа баруымыз қажет. Ол үшін мына жақтағы жемчугтардың бәрін айналып өтетін боламыз. 1, 2, 3, 4. Дәл осылай өтесіздер мені. Дәл осылай өтесіздер. Содан кейін үшеу емес, 2 жемчуг алатын боласыздар. 2 жемчуг. Өйткені мына жақта екеуі дайын бізде. Енді мынау жақтағы бірінші қатарымыздағы, бірінші ромбигіміздағы жанындағы жемчугтан өтетін боламыз. Міне, тағы да екінші ромбигіміз пайда болды. Енді астыңғы жемчуг және мынау жанындағы жемчугтан жоғары қарай өтетін боламыз.
Міне. Ең соңғысын ол жерде де 2 жемчуг алатын боламыз. 1, 2, міне. 2 жемчуг алып, міне жібіміз жоғарыда, біз солдан оңға қарай өтетін боламыз. Және жоғары қарай өтеміз. Сосын жаңағы қосылған жемчугтың жоғарғысынан өтетін боламыз. Сонда бізде мынандай болады. Дәл осыны өзімізге керекті, міне, өзімізге қажетті тік төртбұрыш пайда болғанға дейін тоқитын боламыз. Менде бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 бас бар. 25 қатар тоқыдым. Енді осы жерде мынаны сіздер өздеріңіз осындай ұзындықта тоқисыздар, өздеріңізге қажет ұзындықта. Ал мен қазір галстугымыздың 3 бұрышын көрсететін болам. Біздің мына жібіміз соңғысын тоқыған кезде осындай жоғар жағында тұрады жібіміз. Біз мына екінші тұрған жемчугке өтуіміз қажет болады. Ол үшін мына тікесінен өтуге болмайды, жібіміз көрініп қалады. Ол үшін мына жақта бір қатарды айналып өтетін боламыз. Міне былай қарай жүріп өтеміз. Жібіміз ортадан шығып тұр. Енді мынау екінші тұрған жемчугке келетін боламыз. Міне екінші жемчугтан шығардық. Жібіміз екінші жемчугтан шығып тұр. Енді осы екіншісінен бастап бір қатар тоқитын боламыз. Ол үшін бізге тағы 3 жемчуг керек болады. Міне ең бірінші бастағанда, қатарды бастағанда 3 жемчугтан бастайтын боламыз. Міне сол кезде міне бізде көрдіңіздер ме? Бұрышымыз үшкірлене бастайды. Айналып мына жемчугке келуіміз қажет біздің қазір. 1, 2, 3, 4. Міне көрдіңіздер ме? Енді мынаны тоқимыз, мынаны енді екеу жүреміз. Мына жерден де сол жағынан да мынау сияқты 3 бұрыш жасауымыз қажет болады. Міне қатарымызды бітірдік, соңғы жағынан да келдік. Жібіміз бұлай шығып тұрады. Бұны енді біз мына ортадағы жемчугқа келуіміз керек болады. Оны тағы да жаңағындай төмен қарай түсіп, екінші тұрған ортадағы жемчугімізге алып келуіміз қажет болады. Міне қажетті жемчугімізға келдік. Қажетті жемчугімізға келдік. Бұл жерде де дәл алдыңғы қатардағыдай бастайтын кезде 3 жемчугтан бастаймыз. Міне жіп сол жақта, оң жақтан өткіземіз жібімізді. Тағы да ары қарай бұрышы пайда болып жатыр. Дәл осылай мына жанынан да 3 бұрыш шығаратын боламыз. Достар, мына галстугымыздың ұшын бітірдік. Енді мынау жоғарғы жағына былай бүктеліп тұратын жерін жасайтын боламыз қазір. Ол үшін бізге лескамыз керек болады. Бұл жерін лесканы инесіз тоқитын боламыз. Бірінші 6-шы моншағымызды тауып содан өткізіп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне 6-шы менде мына жерде лескамызды өткізіп аламыз. Лескамыздың бір ұшын өткіздік мұны. Енді бір жемчугімізді өткізіп, екінші қарама қарсы беттегі 6-шы моншағымыздың төменнен жоғары қарай екінші ұшын өткізетін боламыз. Екі ұшын бірдей қылып ұстаймыз. Сонда дәл мынандай болып екі жағы жабылады галстугымыздың. Енді осы жерде ромбегімізге жетіспей тұрған бір моншағымызды қарама қарсы өткізетін боламыз. Міне, оң жағына өткізіп алдық. Енді сол жақтағы лескамызбенен қарама қарсы өтетін боламыз.
Қаттырақ тартамыз жіпімізді. Бізде ромбигіміз пайда болды. Қаттырақ тартып қоямыз. Енді мына ұштарын жоғарыдағы келесі 5-ші моншағымыздан өтетін боламыз. Екі жағында 5-ші моншақтан өтетін боламыз. Бір шетін өттік. Қазір екінші шетінде өтетін боламын. Мына екінші жанынан да өттім. Жіптерімізді тартып отырамыз әрдайым. Мына екеуі де, екі жібімде 5-ші моншақтан шығып тұр. Біз жаңа мына жерде бір моншақ өткіздік қой, бұл жерде енді қазір келесісінде 2 моншақ өткізетін боламыз. Бірінші, екінші жібімізбенен, жібіміздің мына екінші оң қол жағындағы жіппенен 2 моншақтан да қарама-қарсы өтетін боламыз. Екеуімен де өттім. Сіздерге көрініп тұр деген ойдамын. Енді тағы да мына 4-ші моншаққа өтетін боламыз. Дәл осылай, енді 1, 2, бұл жерде 4-ші моншақтан 3 моншақ қоямыз. 3-ші моншаққа өтеміз, 4 моншақ, 5 моншақ, 6 моншақ. Мына жоғарғы жағы таусылғанға дейін 6 моншаққа дейін өткізетін боламыз. Достар, мына 6 қатардың бәрін жүріп болдық. Міне мынандай болады сол кезде. Мынандай болып 6 жемшыққа дейін болады осылай. Енді мына екі шетінде жібіміз артық қалады. Мен осыларды ұштарына ине өткізіп, екінші рет барлығының арасынан жүріп шығам. Үзіліп кетпес үшін, беріктеу болу үшін, мына инелерменен айқастырып, қайтадан екінші рет жүріп шығып, мына бұрышына келген кезде жібімді түйіндеп, қиып аламын. Достар, мен жіпті екінші рет айналдырып өтіп, түйіндеп, жібімді кесіп алдым, қырқып. Енді мен мойнына қадайтын тағатын жағымызды лескада емес, капрон жіпте өткізетін боламын. Себебі лескамыз бізде қатты болады. Ол форманы ұстап тұру үшін қажет лескамыз. Мойнымызда қадайтын жағына ол бізде, былайша айтқанда, қақиып қатып қалады. Сол себепті капрон жібіміз жұмсақ, мойнымызда әдемі жататын болғаннан кейін, капрон жіпті 2 қабаттап жоғарғы моншағымнан өткізіп байлап алдым. Енді осы жерде, енді бұл жерде варианттар өте көп. Қаласаңыздар дәл осындай крестик қылып, ромбик қылып, тоқитын бауын жасасаң, мойында тұратын бауын жасасаңыздар болады. Я болмаса, мен құсап былай жай ғана жіпке жемшіктарды тізіп шықсаңыздар болады. Жай ғана былай жіпке тізіп шықсаңыздар болады. Дәл осылай. Мойнымызды өлшеп, сөйтіп дәл осылай жіпке тізіп шығамыз. Достар, міне мен 2 бауын жіпке тізіп, карабиндерімді тағып болдым. Карабиндерді таққанда бұлай қатты ойластырып нәрсе таққан жоқпын. Жіпке жай ғана моншақтарымды тізіп, карабинімді өткізіп тақтым. Мұнда қаласаңыздар, цепочка қадасаңыздар болады. Екі жағында айналдырып таға берсе болады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Істеріңізге сәттілік тілеймін.